Долана қалалық әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің дөкейі. Ақтырна аудандық құрылыс бөлімінің жауапты шефі. Біз бастық сөзіне синоним деп жатырмыз, өйткені тізілімнен бастық сөзі түсіп қалған болатын. Бірақ біз бүгін мемлекеттік қызмет істері агенттігінің төрағасымен басқаша сөйлесеміз. Қарсы алыңыздар. Қош келіпсіз аға, жайғасыңыз. Орталық хабарға. Көңіл күйіңіз қалай? Шүкір. Шаршап жүрген жоқсыз ба? Жоқ, әрине. Бәрі дұрыс қой, бәрі орында ғой. Шүкір. Тамаша. Жалпы не жаңалықтар болып жатыр, осыны айтып кетсеңіз? Жаңалық жалпы біздің мемлекеттік қызметті халықтың көңілінен шығатын деңгейге көтеру үшін жұмыстар жасалуда. Оның ішінде бірінші осы біздің халықта түрлі деңгейде мемлекеттік қызметші бола алатын лайықты азаматтар көп. Соларды дер кезінде анықтап, іріктеп, олардың ішіндегі ең біліктісін, білімдісін сатылап жоғарылататын жүйе болу керек. Ол жария, мөлдір болу керек. Сонда біз мемлекеттік қызметтің әлеуетін көтеру арқылы жалпы халықтың тұрмыс деңгейін көтеруіміз керек. Халыққа қызмет көрсету сапасы жоғарылау керек. Осы бағытта істер нақты жүру үстінде. Реформаны, біреулер айтады, реформаны сөзден бастау дұрыс па дейді. Бастық деген сөзге байланыс айтып жатыр қой. Қазақ жақсы сөз жарым ырыс деген. Сол себептен сөздің адамзат тарихында алсаңыз, адамзатқа әсері ең мықты ол мәтіндер болған. Әлемдік діндердің негізінде қасиетті мәтіндер жатыр. Сол себептен сөздің да адамның жалпы діліне әсері, тілдің ділге әсері бар. Бастық деген сөзді біз реформаның негізгі қағидасы қылып алған жоқпыз, бірақ дегенмен кезінде империяның құрамына кіргенде начальник деген сөзді аудару үшін пайда болған сөздің кейін бір өзінше бір бөлек мағынаға ие болып кеткен сөзсіз. Сондықтан біз баяғы Исатай басшы, мен қосшы дегендегі басшы, жетекші, серке деген сөздерді өз мағынасында дұрыс пайдалана білсек, бастық деп бастық сымақ болатындардың орын емес, негізі жетекші бола алатын азаматтар алға жүру керек. Бұл дамыған елдердің де тұжырымдамасында бар. Қызметтес болған әріптестер, қазір бастық болып жүрген азаматтар сізге айтқан пікір қандай болды? Неге өзгеріп жатсыздар? Бастық деген әдемі естіледі ғой деп. Оған жоқ онда пікір айтқандар? Қара қазан жаңа сары баланың қамшын дегендей, реформа белгілі бір жеке лауазым иелері үшін емес, реформа халық үшін жасалу керек. Шахматта қалайсыз? Ептеп ойнаймын. Ойнайсыз. 9 малақты жақсы ойнайды екенсіз? Мен 9 малақты жақсы ойнағаннан бұрын 9 малақты дамытуға үлес қосуды өзімнің азаматтық парызым санаймын. Сондықтан 10 жылдай болды. 9 малақ федерациясын басқарамын. Сингапурде дейді, бір мемлекеттік қызметкердің жұмысын біздің Қазақстанда 6 бірдей азамат істейді дейді. Осы қаншалықты рас? Мүмкін бе? Сингапурдың өмір сүру деңгейі бізден бірнеше есе жоғары. Жалпы жан басына шаққанда ішкі өнімді есептесек, әрине Сингапур бізден бір 4 еседей жоғары табысы бар. Яғни мемлекеттік қызметшілердің де егер жалпы халықтың өніміне үлесі бар деп есептесек, ол солай болып айтуға болады. Бірақ ол Сингапур былайша айтқанда қала мемлекет. Біздің ерекшелігімізді кіммен салыстырсаң да ескеру қажеттігін анықтайды. Рахмет сізге. Бүгін бізде қонақта болған Әлихан ағамыз дейікші. Рахмет сізге. Жігіттер, жылдамырақ. Осы дұрыс шығар деп ойлаймыз. Ал, ақ жолыға. Әмін, жақсы, сау болыңыз. Рахмет. Жігіттер алып кете берсеңдер болады.